Флабердің Мадам Бавари деген әйгілі романы бар ғой. Мадам Бавари деген әйел главный герой. Сонда Мадам Бавари кімнен алдыңыз деген кезде Мадам Бавари мен деп оқырып қой. Иә. Өзі үйретті. Секілді анандай көп психологический шығармаларда жазушы главный өзінен алады ғой қайшылықтарды. Яғни бұл шығарманың ішіндегі анау екі кісінің хат жазысуы бұл көбінесе өзіңіздің неңіз ғой, ойларыңыз ғой? Ойларым ғой, бірақ бұл өмірде болған оқиғалар. Екі адамның раздвоение личности, олардың бір-бірімен хат жазысқандығыр, бұл кәдімгі клинический нелерде практикада болған, дәулі, ондай нелер көп. Ол кәдімгі болған. Ал жалпы мынау, мысалы, оң қолда сізде жүйке несіне байланысты, жүйке ауруымен ауыратын оң қолда мен екіден алдым. Біріншісі адамның раздвоение личности болады. Адамның бір мүшесінің өзінің адамның санасынан тыс қимылдарға баруы, бір итальянский психиатр бар. Ламброзо деген болды. Итальянский психиатр. Екінші курста осы жабылып оқығанбыз. Гениальность и помешательство деген бір кітабы бар. Кезінде Ресейге келген Толстойда болған бір Толстойға ұнатпаған соны шешесі деген. Соның нелерінде бір психиатрдың запискасы бар. Сонда қыздың осында психический аурумен ауырған соның онда сол қол бар. Сол қолдың мүлде анаған несіне қатысы жоқ әрекеттер жасайтын көріп аштартады. Зерттеген. Бірақ сол қол положительный. Менде он был отрицательный. Он қастатып қойшы. Сол қол енді бәлкім жүрекке жақын. Сонда бір денесім екен. Айтып қиын. Бірақ сол қол қыз глубокий ұйқыда жатқан кезде ұйқыда жатқан кезде сол қол кәдімгідей анаға қамқорлық жасап, егер бір үстіндегі одеял түсіп кетсе, барып көтеріп үстіне жауып, егер ана қол еді денеге жеке бір не сияқты жеке сеніп ұсақта отырғанда шығап кете алмайды адам. Егер анаған жетпеген жағдайда жанында жатқан шешесі өтеді дейді. Соған ажаптан келеді. Енді медицинада раздвоение личности тұлғаның жеке жағы. Ол тұлға бір-бірімен қарама қайшылықта болады жағдайда. Мысалы жаңағы хат жазу ол кәдімгі болған практикада. Яғни сіз бұл шығармаларды жазу үшін хат жағаладыңыз? Бір оянады, содан кейін мүлде басқада болып оянады. Басқада болып оянады, өзінің ішінде екінші бір адам бар екенін білмейді, оны кейін врачтардан естіп барып, содан арыстан врачтардың көмегімен екеуі хат жазысқан. Мен сол алдым ғой. Мұндағы енді әр шығарманың ықыластар болады ғой, әлеуметтік астары. Болған оқиғада бар, сирек келсе деген қызық екен оқиға жасаған өмірден астарында деген бар. Жалпы мынау адамның екіге жарылу деген бұл повсеместно барлық өмірде бар нәрсе. Мысалы өзімізді кәдімгі көрінісі өзінің ойлаған сөзін, ойлаған ойын, ойлаған іс-әрекет істеп жүрген адамдар. Мысалы бір дегені көреді, инсан безобидный. Біреуді көреді, түрі сондай нашар, ауру. Бірақ көңіл сұрап барған адам сіздің түріңіз қандай нашар, қандай істемейді. Бұлай кішкене тәуір болып қалыпсыз, тағы бір қолдың адам көңіл көтеріп жүреді. Бұл адамның бойындағы өзінің ішкі несіне несоответствующий заттар. Сол соқылды. Мына билік әлемінде де, осы мына бүгінгі заманда да іштей ренжіп жүргендер көп. Риза еместер көп. Бірақ егер солардан мен сәл интервью алсаң, олар оны айтпайды. Олар мүлдем басқаша айтады. Өте жақсы, осылай болып жатыр, бұлай дейді. Значит, осының бәрі раздвоение. Ол сау адамның бойындағы раздвоение.
Ал енді таза патологический, мен патологический жағдайда осының бәрі адамның өзі бар қайшылықтар ішінде. Мысалы, қаншама қиянаттар болып жатыр өмірде, қаншама қылмыс әрекеттер болып жатыр. Мемлекет бір мемлекет жаулап алып жатыр. Адамдар бір-біріне қиянат жасап жатыр, дос сатады, жар сатады, тағы толып жатыр. Осының бәрінің себебі адамның өз ішінде. Адамның табиғатының әлі кемелденбегендігінде. Несовершенство человеческой природы. Сондықтан мен алғаш кезде әрине традиционный неде жаздым. Әке деген повестер болды, басқа да повестер болды. Бірақ кейін ойланып келіп, шынында да осы сыртқы қайшылықтар, сыртқы әрекеттердің бәрінің себебін адамның өзінің ішіне іздеу керек деген бір концепция басында пайда болды. Содан бардым да адамның ішкі әлеміне үңілдім. Ішкі әлемінде бәрін содан іздедім. Мына өзіммен осы идеяға сол 10 жылдан бастап келдім. Содан 10 жылды жаздым. Одан кейін ақиқат деген повесть жазылды. Одан кейін біз үшеуедік деген повесть пьеса жаздық. Осының бәрі де осы идея. Ең соңында соны подытожить етіп, более философский аспектіде осы парасат майданы деген еді. Парасат майданының екінші бір жазуына себеп болғаны бұрыннан бойда жүрген баяғы Мұқағали қайтыс болғанда Мұқағалидың шығармаларын қайта оқып отырған кезде бір өлеңі ойым бар менің ерекше жақсы қаптап селетсе жамандықтардың барлығын көріп алып кетем керексе содан кейін жамандықтардың маған артыңдар жамандықтың бәрі менімен бір келсе бүгін өліп кетерем армансыз барып көрімнің аузы жапқасын жер бетіндегі тірілер жамандық іздеп бақпасын ама арамдық жатқан зұлымдық жатқан көрімнің қақпасын келіп қақпасын деген бұл самопожертвованиенің особый түрі. Самопожертвование деген не? Самопожертвование деген бұл сен өзіңді өлімге бірдеңе үшін қиғаннан кейін сені жұрттың ұмытпайтындығын, сенің сол ерлігін жұрт айтып жүретіндігін, сенің өмір бойы сені есіне сақтап жүрген адамдардың болатындығын білгеннен кейін барып барады. Құрбандыққа. Өйткені әрі әйтпесе құрбандықтың еш жоқ секілді болып қойды. Ал мынау құрбанды жаңағы Мұқағалида айтып отқан бұл совершенно беспросветный. Ешқандай өтеуі жоқ, ешқандай сұрауы жоқ. Оның артында сені ешкім де еске де алмайды. Сені ешкім мынау бір жақсы ерлік жасаған деп те айтпайды. Бірақ сен жер бетінен әйтеуір сенен кейінгі адамдар бақытты болатынын сакен деген тілекті деп отыр. Құрбандық бұл особый құрбандық. Осыны ойлап келіп мынау әлгі енді адамның ішіндегі екі жарылу бар ғой менде. Екі жарылу бар. Біреуі мынау мұраттың тазалығы сақтау керек дейді. Мұрат деген ізгілік, әділдік, қиянатқа қарсылық, махаббат, осының бәрінің былғанбаған, осылардың бәрінің таза болғанын көздейтін көзқарас болу. Ал анау екінші көзқарас ананың бойындағы ол басқаша екен. Ол біз мына әлемді екі жару дұрыс емес. Зұлымдық, қиянат, ізгілік деп. Бұлардың бәрінің тегі бір. Ол тек адамдардың жақсылық, жамандық деп жүргені өзіміз осылай болса екен деп әдейі искусствоны ен салған секілді нәрсе. Мысалы деп келтіреді ғой Қытайдың бір философиясын. Мысалы шын айтатын су. Су адамның тіршілігіне ең керек нәрсе. Адамдар көктемде су жайылған кезде суда тоған жасап, суды ұстағаннан кейін, содан кейін сақтағаннан кейін бақша суарады, егін салады, шабытқа жібереді, сөйтіп тіршіліктің көзі. Бұл пайдалы нәрсе деп есептеймін. Бұл ізгілік деп айтады. Су тасыған кезде әйелдердің бәрі қопарып, аллардың бәрін маңы тағылып, адамдар суға кетіреді, малдарды суға кетіреді, сөйтіп адам өлкенің қастандық жасайды. Бұл қиянат деп алайық. Бірақ бірақ су. Сонда біздің жақсылық деп жүргеніміз жаңағы өмірдің
шындығымен бетпе-бет келген кезде жаңағы шындық бізге пайдалы ба, жоқ пайдасы ба, сол ғана жақсы жаман деп жүргеніміз. Сондықтан бұның түбі бір, онысын бөліп, екі жаққа бөліп, бұғалықтап, мынау жақсылық, мынау жамандық деп, сөйтіп өмірді екі лагерге бөліп алып, өмір бойы жалғасқанмен адамзат шықшылды бақты. Сондықтан өмірге более кеңірек қарау керек, өмірге кешірімшілдікпен қарау керек деген секілді нелерді айтады. То есть, анау границаларды стирайық дегенше. Бұл енді әрине бұл алғаш кезде өздің әлгі күнделік арқылы әлгі қағаз жазып кетіп бір-бірімен айтысқан кезде оның өзі ішінде екенін білмейді, бірақ әлгі идеяның өте қауіпті екенін біледі. Өйткені себебі бұл шын мәнінде ізгілік пен жамандықтың арасындағы шекараны жою. Ол кімге пайдалы десек? Ол пайдалы тек анау әлгі қиянатшыларға ғана пайдалы, қылмыскерлерге пайдалы. Әлгі границаның болмауы, ардың, мысалы, үлкен мұраттың тазалығы жоғалғаннан кейін бітті. Адам өзі азуға қарай кетеді, аза бастайды. Мысалы, бұл айтады, сәл-пәл білінген махаббат деген махаббат болмайды. Махаббат не бар, не жоқ деймін? Я бар, я жоқ. Махаббат деген өзі тазалықты символы. Немесе сәл-пәл әділет істеу әділеттік деген болмайды. Әділетсіздік не әділеттік? Егер бұзатын болса, әділетсіздік. Граница деген осы. Ал адамның бойында осындай бір твердый принциптер болмағаннан кейін, ол ешқашан да үлкен парасат деңгейіне көтерілмейді. Ал адам ондай жерге көтерілмейтін болса, онда уже хайуанға айналады, басқа ешқандай ештеңе жоқ. Осы идея, сонда мұны айтатын не? Жаңа менің геройым айтады. Адамдар жарық дүние жаралғаннан бастап күреспен келе жатыр бәрі. Бір-бірімен күресіп келе жатыр. Алдында қару, жай қолмен күресті. Алғашқы примитивный заман кезінде. Одан кейін бір-біріне қырат, ғажайып құралдар ойлап тапты. Енді оружие массового поражения бүкіл жер бетін жоқ қылып жіберетін қарулар ойлап тапты. Енді ең соңғы қару бұл адамның көзқарастағы айқасы соғыс. Адамның парасат соғыс. Адамның ішкі рухани әлеміндегі соғыс. Ал егер бұл соғыста ізгілік жеңіліске ұшырайтын болса, онда адамзат бітті. Одан арналмайды. Яғни, мұны айтатыны былай дейді, адамдар қазір ақыл дәрежесі өте жоғары дәрежеге жетті. Ол адамдарды мынандай бүгінгі технологиямен, бүгінгі техникамен қаруланған адамды ол сырттан ешбір күш алып, оны құртатуға оның бар жай аңыз дейді. Адамды құрса моральдық азғындықтан, рухани азғындықтан болу. Мынау главный концепциясы сол. Ал егер действительно егер жағы ізгілікпен қиянаттың арасында границаны жоғалтып, екеуін араластырып беретін болса, онда уже шын мәнді рухани азғындыққа жол басталады. Енді бұдан қалай не істеу керек? Ең соңында бұл әлгі кесапат ойлардың, кесапат идеялардың өзінің ішінде екенін сезді. Онымен бұл келісе алмайды, өйткені бұл кәдімгі шын мәнінде мұраттың тазалығы үшін күресіп жүрген адам. Ең соңында бұның өзі бір жола адамның бірге кетуге нетуі, бұл енді ең крайний поступқа кетірес. Крайний поступқа кетірес. Бірақ ең самый главный анау жігіттің өзінің идейный әлемде берілмегендігінің белгісі. Рухани әлемде берілмеген. Өзінің тазалық сақтап кетті ғой. Өзінің тазалық сақтап кетті. Оның бойында үлкен ерліктің негізгісі көмек болса. Мынау тоистік кімнің несі? Идеясы. Армансыз барып көрінген аузын жаппасын, дүниедегі тірлер жапантаз деп бақпасын, жауыздық жатқан, арабтық жатқан көрінген қаппасын. Қандай әулиелік десеш. Бұдан асқан әулиелік болу мүмкін емес. Мынау соны іске асырып шығады. Төлен аға,
әрине шығарма мықты жазылған, ең негізгі ойды да жазып кеткенсіз. Неге осы шығарманы қазақтар емес чехтар көбірек бағалады деп ойлайсыз? Мысалы, мына оң қолдың ішінде ол кітап жоқ, повесть жоқ, ненің ішінде. Оң қол бар, басқалар бар, әкет және басқалар. Именно Парасат майданы жоқ. Көп жерде мен іздеп, мен екі қаланың кітапханасын іздеп, содан әзер тауып алып, оның өзін Түркістанға өткізіп алып келіп оқыдым. Бұл неге байланысты деп ойлайсыз? Неге қазақтар оны бағаламады? Неге оны бірінші чехтар бағалап отыр? Мен былай деп ойлаймын. Мына Чехияға бардым ғой мен баяғыда, Кафка сыйлығына алуға. Чехтарда үлкен бір культ бар. Ол Франц Кафка шығармашылығы. Франц Кафка дейтін өзі неміс тілінде жазған, өзі еврей. Бірақ неміс тілінде жазған, ол кезде Прага Австро-Венгерский империяның орталығы ғой. Негізгі немістердің мәдениеті өзі Прагада сақталған, қатты сақталған. Кім Франц Кафка өзі Прагада тұрған, сол жерде өлген. Менің музейі бар, Франц Кафкада. Сосын культ. Қай магазинге барсаңда Франц Кафка сол мінезді. Ал енді менің шығармаларымның ішінде шын мәнінде Франц Кафканың салқыны бар. Мен бірақ енді оған еліктеп бірдеңе бетке жоқпын. Өйткені кейін оқыған кезде барып көрдім. Ол да сол адамның ішкі әлеміне кеткен. Адамның ішкі ой әлеміне әбден тереңдеп кеткен. Сол ішіндегі қайшылықтарды көрген. Ол бәлкім менен де әрі кетіп қалған болу керек. Ол мысалы өзінің әкесімен арадағы үлкен жауластық, тағы сосын қылды бір невероятный заттарға барады. Мен дәуірде жалпы Франц Кафканы қабылдаған адам емеспін. Мне показалось, Франц Кафка слишком циничный адам секілді көрінді. Бірақ легкоранимый. Сосын абсолютно өзінің жүрегінің қалағаны болмаса, ешбір жалған айту деген мүлде жоқ онда. Невозможная примета. Сосын енді Парасат майданында негізден Европа әдебиетінің есі басымдау, оңдау жоқ. Адамның ішкі жан дүниесінің қайшылығына ену, адамның ішкі жан дүниесінің үлкен тереңінен іздеу барлық қасіретті де, барлық трагедияны да бұл енді Европа әдебиетінде негізден бар заттар бар. Сондықтан олар қабылдап отыр, қазақтар оны қабылдаймын отыр деп айтып отырмыз. Шығармаларын оқысаңда да бар, онда да. Мен енді негізден өмірдің мына үлкен жан айғайын философиялық аспектіне беруге тырыстым. Мына ішінде 5 хат бар. 5 хаттың 5-еуде ол енді мен бүкіл жадым мен, каным мен, өмір бойы зерттеген затым болу керек. Жазбау өте көп неткілді жоқ. 3 айда жаздым. Бірақ көп өн ашып өтеді. Өте ұсақ, көгілді жүр. Талай заттар, жылдар бойына. Төлен аға. Қазақтарда, біздің әдебиетте кішкене басқаша да бар. Әдебиетте бүгінгі жай реализм, адамның сыртқы көрінісі, адамның бүгінгі қоғамдағы мінез құлықтары содан әрі қарай көп бара бермейді. Ал одан әрі қарай кетсең, оның ар жағы даже страшнее болуы мүмкін. Даже мысалы страшнее, қазақтарда страшнее дейсіз бе? Или жалпы? Жоқ, өмірді айтады, мысалы, бір тәуір адаммен кездесесің, не бір жиналыста, не бір той домалақта, сол адам өте саған жақсы әсер етеді, өте мәдениетті, білімді, жайдары. Сен 2-3 сағат бірге отырасың, ол саған керемет әсер қалдырады, сен сол бойынша жазасың, ол адам сенің сонда жақсы кейіпкер өтірі. Ал енді тереңірек іздеп, оның ішкі жан дүниесіне еніп, оның әлгі жақсы актерлығын сырып тастап, оның әр жағындағы тереңіне баратын болсам, ол өте қатерлі қауіпті адам болуы. Өмірде осындай қиындықтар бар. Бүгінгі адам зерттеу өте қиын. Бүгінгі адам бір 2 сағатқа кез келген рөлді ойнап береді саған.
сондай данышпанның рөлінде ойнап бере алады. Өте жүрек жайдар адам өте сложнее. Сондықтан меніңше кәдімгі экзистенциалистский ішке енбесек, бұл өмірді шынымен табу қиын. Менде где-то экзистенциалистский нелер бар, нелер бар. Айтолен аға, ал мынау енді сіз жаңа айттыңыз, бұған дейінгі білгенімді бәрін осы жаңағы шығармасы алдыңыз, ал жазушының өмірде өзінің ең негізгі бір шығармасы болады қой, туындысы. Сіздің ең негізгі туындыңыз осы деп айта аласыз ба? Мен енді өзім ана соңғы шығарма, әлгі балалардың ішінде ең кенжесі секілді сүйкімдірек болады. Соңғы шығарма қашанда да жақын болады. Бірақ енді мысалы менің ұлым бар, Дархан деген тайып жасты, журналист қой. Астана ақшамында тележурналист, постоянно передача. Ол да былай әдебиетші. Ол кішкене басқаша айтады. Мен айтады, бабам мынауыңыз әрине философия де бар шығар, бірақ қазаққа, қазақ үшін басқа да дәстүрлі шығармаларыңыз бар деп сөйлейді. Мысалы мен бір әңгімем бар, Қайыршы жұма деген. Қайыршы жұма алғашқы аты министрдің өлеңі болатын. Сол шығармада олда бағаларыма қатты шығармалардың бірі, онда әлгі орнынан түсіп, министр, Совет Өкіметі оқиға ғой, министр орнынан түсіп, сол күні орнынан түскен үймеген инфаркт болып қайтыс болды. Қызметтен кеткен кезде бітті. Өмірде мәні қалмайды, ол іште ешқандай. Өзі адамдардың көп аяғы Фауст секілді ғой, Мефистофельге жанын сатқан. Мына нелер, чиновниктер режимге, билікке, бүкіл өзінің арында, жанында бәрді сатып жүрген секілді ғой. Шынында да егер мысалы осы жүрген адамдардың ең жоғары қызмет сүреді. Қызметтен шықпаса для них это трагедия просто. Это большая трагедия. Ол трагедия болуға тиісті емес. Мал что? Сен қызметтен кеттің, орда басқару кесің. Сенің өмірдегі істеген ісің, семьядағы өзіңнің тірлігің, негізгі заттар осылар болу керек. Ал анау өткен себебі бүкіл өмірін тек қызметке арнағаннан кейін қызметтен түскен күні ол все. Ол ішінен утешать ететін, алданады, жұбанады, ештеңе қалмайды. Оған бала шағасы амандығында, оған жұбаныш емес, не болмаса тағы өзінің жақындарының бір жеңістері, табыстары оған ешқандай алданыш болмайды. Сол себебі ана қызмет бойындағы барлық жақсы заттардың бәрін алып алған өзімен. Сол енді жаңағы нені, сол әңгімені айтады, мен мысалы сол шығармамды бәрін биік қоямыз. Не шығар? Баяғы ең алғашқы жаздым, қазақ әдебиеттен шығып сол не жаңағы. Қайыршы жұма. Жұрт көп адамдар онша елемет, жалғыз ақ адам қатты мақтаған. Ол Мағауин. Мағауин өзі былай айтады деген ішінде. Оқып шықты маған звондады. Мұхтар Мағауин? Иә, Мұхтар Мағауин. Өзі как раз жұма күні звондады. Мынау шыққан, 3 күннен кейін бе жұма күні звондады. Маған айтқаны, мен сен қайыршы жұмаңды оқып шықтым. Бүгін жұма, саған енді қайырлы жұма болсын, мен пікірімді айтайын деп. Айтпағанда айтқан сөз еді, ол енді былай не жігіт қой өзі бұл. Своеобразный. Сен өзің білесің ғой, менің өзім жайлы қандай пікірде келді дейді. Бірақ сен осы жол менен оздың дейді. Шығармаға риза болған ақсы болды. Бірақ енді мен мына Парасат майданы етеді. Парасат майданында меніңше әлі бұдан кейінгі, бұдан білмеймін енді, мақтаяқтарда емес бұл, кейінгі ұрпақтарға да оқуға болады шығарма секілді бұл. Ал мынау сіздің қойғым келіп отырғаны, әрине сіз бұны айттыңыз, бұған дейін түйгенімді бәрін осыған салдым дедіңіз. Ал бұдан кейін қандай шығарма жазбақшысыз, және мысалы өтіріктің де жақсы жаман жағын айтып
немесе тағы басқа қасиеттердің барлығын жаман жақсы жақтарын ашып беретін шығарма жазу ойыңызда жоқ па? Мысалы өтіріктің өзі анау Бақытжан Артаев, міне соңғы кім Елеусін Данияр деген бала да боксшы, екеуі де күнделік түріне күнде не жазады екен. Бақытжан Артаев кезінде Артаев чемпион деп жазған күнделігін. Мына бала да сол жуықта ғана сұхбаттасым, сонда өзін-өзі чемпион деп жазады екен. Шынымен ол әлем чемпионы болып шықты. Мысалы ол да басында өтірік болды да, кейін шындыққа айналды. Осы сияқты міне жақсы жамандығын ажыратып беретін шығарма жазу ойыңызда жоқ па? Мынау енді шын мәнінде өте тоң кизаттарға барған, өте тереңге жай адамдарға кейде ауырлау болуы мүмкін. Шығарма екен рас, экзистенциалистский недегі. Бірақ мен өзім осы бағытыма алдында осыны точка қойып та ойлағам. Енді бұл тақырыпқа бармай. Қолымнан келгенше разработал бәрін тегісі. Адамда кейде мына реалий өмірде де сағынасың. Сондықтан өзім ойымда жүрген көптеген заттар бар. Мені қинаған жалғыз зат осы денсаулық болады. Соңғы 10 жылда өзім қатты ауырдым. 2 рет инфаркт алдым. Жүрегіме операция жасадым. Одан кейін де көп ауырып жүрдім. Осы былтырдан бері қарай более-менее бетім бері қарап. Қазіргі жазып жатқан бір затым бар. Оның аты Тұғыр мен ғұмыр. Тұғыр мен ғұмыр? Ғұмыр, иә. Тұғыр пьедестал ғой. Дәреже секілді. Ғұмыр. Мұның да көптен ертеден болатын көңілімде идеялар. Сол енді кішкене денсаулығым жөніндегі кірісті мамандық болса, қазақтарға жол кеспейді деген секілді бар. Бірақ бәрі Құдай қолдаса, 2 айда бітіремін деп отырмын, тек жарысына келдім. Онда мынадан көп бөлу керек. Мынандай сюрреализм жоқ. Онда өмірдің өзінен, бірақ онда да өзімнің бір жақсы философский ойларым бар секілді. Егер сол үйді жетіп алсам. Аға, мынау адам баласының негізі 7-8 жасқа дейін өмірде ойнар рөлі анықталып үлгеріледі деген. Ал мынау жұқаны жүкөн жұқартып түнгі ұйқы нұрлайтын осындай шығармалар жазған жазушының сіздің яғни туғаннан мектеп табалдырығына аттағанға дейінгі өміріңіз қай жерде қалай өтті екен? Біздік себебі өмірбаяндық журнал болатын. Менің балалық шағым өте бақытты балалық шақ деп айтылады. Ол енді ата-анаға байланысты. Мен жалғыз бала болдым. Өзі әбдік, салық, халық деген 3 ағайынды болған. Өздері салық пен халықта кейіннен мекен бала болмай, әбдіктің жалғыз баласы Байдалы деген ол қайтыс болып, өздері сондай қиналып жүрген кезде салыпты мен туғанмын 42 жылы. Содан біздің қазақтарда сондай дәстүр бар ғой. Ана үлкен әбдік мені алып алған. Мені алып алып, сол әбдіктің бауырын өскен. Бірақ енді екі үйдің ортасында еще да халық деген үй бар. Біраз уақыт мен сол үш үйдің ортасында жалғыз болдым. Ол үш үйдің ортасында жалғыз енді еркелететін белгі ғой қазақтарда. Бетімнен қақпай, не айтсам бәрі болды. Әйтеуір таңертеңнен тұрып алып, мен жақсы көрген кезекке тұратын, мен үшін бүкіл өмір осы мен үшін жаралған секілді көрінеді. Солай өсірді сол кісілер. Мен әлгі әке деген повесімде бар. Ол негізі сіздің өміріңіз туралы ма бұл? Онда да ана кімнің әкесінің 4 ағайындысы болады қой. 3 өзінен басқа 4 болады қой. Точно болмайды, бірақ сол үшін көп заттар біздің жеке өмірімнен алған. Біраз заттар. Ішіндегі негізгі мотив шын мәніндегі сол. Ал ана 2 апаңыз болған және де? Бар, 2 апам болған. Шынымен ол да сонда өмірден алған да? Ол өмірден алған. Сонда ана шалдардың соншалықты өздерінің психологиялары бөлек қой. Мен сол бірінші курста мен аздап күресетін біраз сол кезде. Күресіп, енді жас кезінде ауылдан келген, бәрі де қызғасың. Сонымен жаңа күреске барып, ауылда көп күресетінбіз.
күрестен әжептәуір нәтижелер көрсетіп, екі сырадан бірінші орын алып, содан мені жазғы неге қалдыратын болып жарысқа. Содан елмен бірге ауылға семестрде бара алмай қалдым кейін. Бәрі ауылға бардым деп. Содан естіп, мені осындай күреске қалдым. Үлкен трагедия жасап, менің артымнан телеграмма жіберіп, әкең ауыр хадисінде жатып тез келдім. Ақырсында ода қалдыра жарысқа қатыса алмай ауылға келдім. Мен де әкең хадисінде жатып деген адам естіре қалады. Келсем, тіпті хадисінде жоқ. Өзіме ұсып көп берді. Не деген масқара. Біреу жазып сақ айтесің деп. Мен сосын арасында айтып қойым. Енді бұл факультет аралық жарыс қойды. Ол неге жазып бұлады? О, тағы болмайды. Содан кейін болмадан кейін мен айтам бар. Апама енді талай адамдар сонда менен бас талай адам күресіп жатыр ғой десем айтады. Енді олар күресте 5-6 шығар. Ол сен секілді жалғыз дейсің бе дейді. 5-6 болса өле беруге болады. Солай еді байғыз жарықтықтар. Жоқ заттың бәріне бір қорқып, бәрі маған бір қауіп төндіріп тұрғандай. Солай мен балалық шағымның бақытты болады осыдан. Бірақ енді мен енді білмеймін енді не әсер еткен бір слишком өзімшілдік бола қойған жоқ. Кейін өзім келгеннен кейін может генетически ондай ештеңе болмаған шығар, кейде генетикаға байланысты. Ал енді мынандай әлемге әлгінде парасат майданындағыдай ойларға келу есеп болады. Кейіннен, ізденуден, оқудан. Мына Шоқан Әлімбаев деген досым болды менің. Шоқан Әлімбаев орыс жазады, орыс факультетінде болды, біз қазақ факультетінде болдық. Дос болдық, бірге жаттық. Қазақшасы бар. Ол студент кезіңіз ғой? Студент кезіңіз. Студент кезіміз бірге оқыдық, бірдей жаттық. Ол қайтыс болып кетті. Орысша жазды, жақсы жазады деді әйтеуір. Альфа гениальности дейтін алғашқы повесть шықты. Альфа гениальность? Альфа гениальность дейді. Субстанция бір деген бір алғашқы әңгіме шықты. Тілі сондай әдемі орысша жазады. Сол екеуміз таласып жататынбыз. Неше түрлі жоқ заттың бәрде ерексіп таласып. Сол екеуміз қабаттасып жаңағы кімнің Ламброзоның гениальность помешательствосында оқитынбыз. Ол да не болады? Ол да былай әлгі слишком максималист еді. Қайта мен онда болған жоқ. Ол слишком максималист. Ол енді уверен болды. Өзінің данышпан екендігінде осы уверен, совершенно ондай не жіберді. Сосын кейде күлеміз, бір-біріміз туралы анекдот айтамыз. Сол Альфа гениальность роман шықты. Роман шығарды енді. Неше жасында сонда? Неше жасында? 30-дардың о жақтың шағы. Сол ішінде Наркес деген герой бар. Дважды лауреат Нобелевской премии. Содан жаңағы жерде оқып шығып енді пікір айтуымыз керек. Оның енді сыдыға шыдамайтын білеміз, сыды қабылдамайды абсолютно. Сосын жаңағы оқып шыққаннан кейін мақтаймыз. Мақтауымыз жетіспесе оншылата қоймайды сосын. Сосын ой шырқатамыз, это вообще величайший бірдеңе айтып. Енді бірдеңе енді бір сын айту керек қой енді соны бірдеңе айтып. Біз замечание айту керек. Мақтама қайша мақтасаңда. Содан кейін енді айта бастайсың енді. Осылай бірақ кішкене Наркестің образындағы кішкене бірдеңелер тастап шарт ете қалады. Слушай, деп сен, он дважды лауреат Нобелевской премии, а ты кто дейді. Сосын өзіңді ешкім емес екеніңді білесің, аузыңды аша алмайсың, отырасың. Сол екеуміз осы парасат майданы секілді тақырыптар көп айтысатынбыз, көп әңгімелесетінбіз. Соның мәнелері болған бұл керек, кейін осылай қалыптастық. Сосын менің ойымда
менің ойымша шын художниктің восприятиесі обостренный болу керек, нерв обнаженный болу керек. Өйткені себебі өмірдегі нелерді өте сезімтал болу үшін үнсіз болмайды. Өйткені бәрі солай болған. Достоевский солай болған, с обнаженными нервами. Бальзак та солай болған. Шын мәнінде ол төжмеу керек қой адам. Қиянатқа төжбейді жағдайда. Ал егер сен бәрде төжетін болсаң, онда бой үйренеді, бітті. Бой үйренеді, іштегі сен заланбайсың, іштегі ренжімейсің. Бәрі жарайды, болар. Бейжайлық. Ең адамды құртады. Не только жеке қайраткерлер үшін, бұл қоғамды құртады, бейжайлық. Ал аға, мынау енді әрине ақын болса да, жазушы болса да өз өмірінен алады қой. Мысалы, әкеден басталды да, әке әрмән, сіздің шығармаларыңызды бірінен бірін тізіп қойып, сіздің өміріңізді оқып шығуға болады ма? Дәл ойдап айту қиын. Бірақ ішкі адамның жан дүниесін сезуге болады, жан дүниесін толық сезесіз. Бірақ өмірді ете алмайсыз. Өміріңіздегі барлық оқиғалар нетілмеген да. Мысалы, мектепте оқып жүрген кезіңізді әзірше ала тұрайық. Мектептегі бір оқиғалар, мысалы, қызықты оқиғалар ма, немесе бір ең осы шығармаға ену керек еді деген оқиғалар, бірақ енбей қалған оқиғалар бар ма? Қандай бір екеуін айтып бересіз бе? Енді өмірдің бәрі сыймайды ғой іште. Бүкіл өмірдің бәрі сыймайды. Мысалы, мен кейін өзімнің ойымда бар. Амандық болса, осы бір 2-3-4 заттарым бар. Соны бітірсем, жеке өмірім туралы жазу. Оны кейін типа күнделік емес. Күнделік болған деген болмайды. Просто өмірбаяндық шығарма болады. Сол өмірбаяндық шығармада өзің өмір сүрген ортаның барлық кәдімгі шындығын айту. Көбіне ондай заттарды нелер өзінен кейін баспаға шығаруды өсиет етіп қалдырады. Яғни сізден көрген оқырманыңыз сізден көлемді туынды күтуіне болады ғой? Әрине. Құдай денсаулық берсін. Менің өлері деген романым бар. Осы инфаркт алдым 90 жылы. Соған байланысты тоқтап қалды. Оның екінші кітабын экспресс жазған, амандық болсын, мысалы оған мына ұсақ-түйек заттарды бітіргеннен кейін кірсем, енді негізгі аштық төңірегіндегі зат. Содан кейін үшінші кітабы бар, сол үшінші кітабы сол баяғы анау замандағы бір-бірімен айтысқан, тартысқан, бірін-бірін ұстатқан адамдардың енді қартайып, қарттық деп аталатын үлкен парктың ішінде бірге жүрген адамдар. Солардың көз қарасы, солардың дүниеден кетуі, оның ішінде де өзінің топта солып жатқан ойларым бар. Ең ішіндегі, ана ішінде бар өзі үйлерді, Нұрбек пен Бәйтен деген екен. Өмір бойы тартысқан, күрескен бір-бірімен, өмір бойы бір-біріне қиянат жасаған, өйткені біреуі де совет өкіметінің белсендісі, біреуі жай қарапайым адам. Екеуі махаббатта да бір-бірімен күрескен, бір-бірінің әке-шешелерін ұстатқан, соттатқан, тағы бірдеңелерді аттырған, енді непримиримый дәрежеге жеткен. Сол ең соңында жаңағы соңғы романда уже адамдардың қатарлары азайған, біреу 80-де, біреу одан жоғары қысқан, күнде тәлтіректеп барып, анау менің әлгі Алматыда бір Тереңкөлдегі жер бар. Сонда бір шалдар отыратын бір не бар осы. Орындықтар. Сонда барып отырып, әңгімелесіп, сонымен қайтып келіп, балалардың тіршілік өздерінде, олардың өзінің ортасы, заман өзгерген, орындықтардың өздерінде басқаша, сондай адамдар ғой. Сонда жаңағы өмір бойы қастасқан екі адам сол жерде отырғанда да айтысып отырады. Сен баяғыда маған сөйтіп өтіп өтіп. Сондай ең сөйтсе, екеуі настолько бірігіп кеткен, бір-бірісі көре алмайтын жағдайда. Сонда біреуі
қайтыс болып анау неде отырады скамейкада әбден кіртек адамдар біреу бір күні келмей қалса біреу уже сезеді уже ана деп аттанып кеткен үндемей отырады сонда бір күні ана жаңағы бір келмей қалған содан мынау уже беспокойство ете бастайды аман болса болады өмір бойы жолдасқан адам ғой содан келесі күні екі-үш күннен кейін өзім бір жақын балалардың нелері құдалары ма бірдеңесі қайтыс болып соған барып соны жерлеп бері қарай ақыры жүріп кеткен кезде жаңағы бір бөктен құлпытасы болды қайтыс болған үш-төрт күннің ішінде өшіп қойған ғой сонда құлпытасты құшақтап отырып жылайды ең соңғы серігінен айырылғандығын сезе беретін жаулассақ та даулассақ та бұл өмірде бірге келіп өмірдің қадірін білмей бұл өмірді жақсырақ өмір сүруге болатынын сезбей өйткені екеуміз де соңғы екенбіз деп жылайтын жер бар ал аға мынау парасат майданында мынандай сөздер бар адамға көп нәрсенің керегі жоқ иә тіпті ештеңенің де тек дәл осылай жылы шыраймен бір қараса жетіп жатыр деген жолдар бар яғни сізде адамның өмір бойы іздейтіні махаббат туғаннан өлгенге дейін істер ісінің барлығы біреудің махаббатына ие болу немесе сол махаббаттың орнын толтыруға бағышталады деген пікірмен келісесіз бе? Где-то можно келісуге болады. Махаббат деген бұл өзі бір шын мәнінде өте благородный чувство ғой. Тазалықты символ секілді зат. Мынау айтып отқан жаңағы бір қызға қыздың медбикемен сол адамның өмірін сондай бір қиын жағдайда жүргенде бір іштей бір түнекте жүргенде бір самаладай жарық енгенде болады ғой адамның жан дүниесіне. Махаббаттың кереметтігі сол адамның жан дүниесіне. Сондықтан махаббат шын мәнінде менің ұғымда адамның өміріндегі ең кәдімгі бүкіл өмірдің мағынасын айқындайтын сезім, махаббат сезімі. Сондықтан егер адам өмір бойы махаббат іздейтін болса, оны ешқашан да жоққа шығармауы емес, солай болуға тиісті. Аға, енді бұл өзі сізге жауыр болған сұрақтардың бірі шығар, бірақ та бәрібір сіз бүтін бір дүниені, дүние демегенде бүтін бір шығармашылық дүние дейік, сондай шығармашылық дүниені тудырып үлгердіңіз. Сізді ертең оқыған адамдар сіздің жеке өміріңіз туралы білгісі келетін айқын ол. Сондықтан да өзіңіз неше рет ғашық болғаныңызды айтып өте аласыз ба өміріңізде? Бала жастау кезімде, абитуриент кезімде бір қызға ғашық болдым. Бірақ оны мен балалықта болғанын білем. Оның себебі жаңағы қыз маған бір керемет сұлу секілді көрінген болу керек. Яғни қызға ғашық болып, өлең шығарып, содан мына Дүйсенбек Қанатбаев деген менің досым бар, ең жақын достарым өте жақсы ақын. Екеуін бірге түскенбіз, ол да ғашық болдық, ол да бір қызға ғашық болып жүрген. Сонда жаңағы сенің қызын көрсетші деп, осыны ертіп алып, жаңағы қызға алып барып едім. Қыз қарап отырып та былай шыққаннан кейін, онша сұлу емес қой қызы деп, іште ойлап қалдым, ішінде де мен байқамай жүрген. Бірақ енді былай симпатичный бір орташа ғана қыз ғой енді. Сосын кейін кездесіп жүрдім бір-екі рет. Бірақ енді кейін кездесіп жүрген кездерде, студент кездерімізде жаңағы оқиға ең бірінші курсқа түсейін деп жатқан кездер болды. Кейін сезгенім үлкен махаббатша қызығушылық болған сезім. Одан кейін де жігіт кезінде қыздармен жүріп жүрген кездерім болды. Қыдырасың, театрға барасың. Бірақ енді ол үлкен махаббат қайдан керек? Адамдардың бір-бірімен сәйкестігі, бір-біріне сенуі, бір-біріне бауыр басуы, бір-бірін сүркін көре алмайтын жердегі жетуі, осылай махаббат болса дейсің.
бір көргеніне ғашықпын деген ол таза махаббат емес, ол бәрі қызық. Кейін төртінші курста осы қазіргі өзіммен бәйбішемен жолықтым, өзіміз екеуміз бірге түскенбіз деген. Бірақ ол почему-то сырттай оқуға ауысып кетті да, біз сол очтаға қалып қойдық. Жамбыл қаласына барып, практикаға барып, төртінші курста барсақ, біз барған мектепте кітапхана істеп жүр. Кездесіп, әңгімелесіп, бір-біріміз содан ақырысында жағын мен неге шақырып, театрға, мен киноға. Онда барып, содан Айша бибінің мазарына бардық. Сосын жүрді, қыдырып, сосын іштей өзім бір дегелерді сезе бастадым. Бұл жүрістің жай бір жастықта қыдырыс емес, ар жағында өте бір серьезный заттар жатуы мүмкін деген. Бірақ оны әлден анықтау керек болды. Сосын байқасам, мінезі өте орнықты. Менен де гөр орнықты секілді көрінді. Менен гөр сабырлы секілді. Үлкен, ұзақ өмір жолында болатын қиындықтарға бірге төзе алатындай секілді бір нелер байқадым. Содан кейін ақыры екеуміз толық табысқаннан кейін сөз саттым, екеуміз өйткені ересек. Одан кейінгі оқиға әкеде жазылған жоқ па? Оның ішіндегі айтам қазір. Оның ішінде ол да ересек қыз, ішімнен ойладым, осы бір күні басқа біреу алып беріп жүре орасы. Күні ашық жарықты үйленіп ойлайын. Бірақ мен өзім ойлайын, сол шешім дұрыс болған секілді. Ал енді мында не? Әкеде кәмшат деген. Барып түстік қой, алып барады ғой әкесі. Сонда олардың бәрі болған оқиғалар ішіндегі. Барып, неге шымылдықтың ішіне отырғызып қойып, 2 күн бойына қозғалмай, тізесіне етіліп алып ауырып, қалада өскен қыз нені білмейді, тізеге салып, сәлем беріп, өз жанында отырған біреулерді сұрап болғаны, менің ана сәлем етерім екен деп қыпылықтап қорқып отқан кезде, ананың сәлем бергенін көріп іштей қуанғаным, кейініңізді сұрағаным, оны қайдан үйреніп алдым. Осы бәрі болған. Ал жеңгеміздің аты кім болады? Күлән. Күлән. Ал неше қазір тұяғыңыз бар? 3 балам бар. Үлкенім Қарлығаш. Неде қазір ғой енді қазір не демейміз. Ұлттық институт қой да. Қазір қазақ. Өз соны бітірді. Қазір МУ дейді, по-моему. Қазір ма? МУ, мемлекеттік университет. Әл-Фараби атында. Соны бітірді, өзі қазір филология ғылымдарының кандидаты Жүсіпбек Аймауытовта оқыған. Қазір докторский жазып бітірмейді. Қарлығашым сондай жақсы. Өте ақылды. Сосын бауырларын жақсы көреді. Ұйтқы болып жүреді, солардың бір жақсы көріп жүруіне. Өзі қыз балалар жақсы болады. Екіншім Алмас. Алмас Қарлығаштан 2 жас кіші. Ол Жүргенов атындағы нені бітірді, институтты. Режиссер болды. Содан осы телевизорда режиссерлік дегенерді қойып жүрді осы біраз. Содан неге кетті Москваға, емдеуге. То есть ВГИК деген бар ғой. ВГИКке барып, содан 3 жылдық режиссерский курс бар, соны бітіріп, биыл Қорға батыр диплом. Күзде Қорғайды. Фильм түсіріп жатырыз, фильм Қорғайды. Сол осы голды түсірем деп, осы жан таласып жүрген сол. Бірақ енді ана дипломи оқыл емес, дипломи басқа. Ал үшінші Дархан әбді. Осында тележурналист. Хабарда жүрді біраз уақытында кетіп қалды. Осында парламентте істеді, пресс-қызметінде жетекшісі. Қазір Астана арнасында істеп жатыр. Хабардар жүргізеді. 2 ұлыңызды аяқтандырып үлгердіңіз бе? 2 ұлыңызды аяқтандырып үлгердіңіз? 2 ұлымды
немерелерім бар. Дарханнан 3 немерем бар, Дарханның қолында ғой. Ішінде оның 2 ұлы бар, Әлихан, Асылхан деген. Ең кішісі Әлия дейтін 5 жасар кішкентай немере қызым бар, ең сүйкімдім сол. Ой, неше түрін айтады. Әбден ерке, сол осы жұмыста шаршап тұрғанда соны көріп қалағам. Соны близкесі құшақтап бітті бәрі дүние орнына кіргендей болады. Өмірдің өзі сол. Алла тағала адам жаратқанда сондай керемет бәрі орындарда жасаған. Жастық шақтағы қызық өзі жастық кездегі. Одан кейін есейген кездегі адамның мүдделері бар. Ал енді біз секілді қарттыққа жақындап қалған кезде Алла тағала немере беріп, оның өзін бір адамға ерекше бір керемет бақыт секілді қойып берген. Алмастан неше? Алмастан 2 бала, 1 ұл, 1 қыз. Қызы үлкен, Динара не бітіріп жатыр, колледж бітіріп жатыр. Балаларымды бетінен қақпай өсірдім. Содан болар мына Дархан кішкене мінездеу. Шығармашылығыңызға қайрадан оралсақ, қай шығармаңызды сіз жазып болғаннан кейін іштегінің барлығын сарқып болғандай сезімде болдыңыз? Парасат майданы шығар? Осы Парасат майданында солай болды. Парасат майданында. Парасат майданында да. Ал сіз бүгінде әрине танымал жазушылардың бірегейсіз. Мектеп оқушылары сіз десе, яғни қонақтар дегенді еске түсіреді. Осы қонақтар туындысының авторының ойын оқырманға жеткізудің жолын таба алмай, былайша айтқанда, мидағыны қағазға түсіре алмаған, мысалы, кездеріңіз болды ма? Қиналған. Сіз білуімше журналистиканы бітірдіңіз ба? Енді солай деп айтуым қиын. Себебі мен көбіне іштей көп болған мен архив еттім. Іштей жүрген кезде қиналамын. Көп заттардың түйінін іздеу. Ал жазған кезде өзі басында пісіп келгеннен кейін қолға қалап аласың ғой. Ол кезде соншалықты қиналдым деп айта алмаймын. Енді ұзаққа созылған шығармам тек роман болар, бірақ ол романға да бірақ іштей қатты қиналамын. Бастағанға дейін қиналасың. Ал енді қиналыс деген не? Қиналыс деген негізінен болатын адам формада жүрмеген кезде қиналады. Ана үлкен тақырыпты, үлкен ойларды сезесің, бірақ жүргізіп алып кету үшін сен әлгі, бұл адам спортивный форма секілді ғой. Бұлай постоянно жазып жүрмесе адам қиналады. Постоянно. Мысалы енді осы қай шығармамда, 1-2 шығармамда болды, бастарда қиналып жүрген. Ал енді ішіне бір енгеннен кейін, бір адам өте жегілді. Мысалы өзім есімде осы ойлар әнін жазарда, ол кезде план деген болушы еді, жоспарда тұрасың. Сол жоспарда беру керек болды да, сол тездету керек болды. Содан бір 10 күн отпуск алып, 10 күн без содержания келіп еді кезде. Содан стеканы дом өтуға барады, соған барып, соған понедельниктен басталады, мен сол жұма күні алдым да, сол кеттім. 2 күн ұйықтадым. Ол кезде мұндай кеш жатасың, кешкі жұмыс істейсің, таңертең ерте тұру керек, жұмысқа бару керек. Өмір проблемасы сол не высыпание еді ғой, ұйқым шығармай. Содан 2 күн ұйықтағанымды білемін. 2 күн ұйықтап, кешкі сағат 8-де отырамын. Кешкі сағат 8-де. Кешкі сағат 8-де, таңғы сағат 8-ге шейін отырамын. Арада бір жарты сағат, әрі кетсе 40 минут, ішінде соның бір несі бар. Бассейн соған барып суға түсіп келіп, азап көп ішіп отыра бастадым. Таңғы сағат 8-де сосын ұйықтаймын. Завтракты пропускаю, сағат 2-де тұрайын. 8-де. 2-де тұрып,
екі жақтағанда бір жан неге обедті ішіп обедке үлгеремейді. Обедке үлгеріп сосын далаға шығып кішкене қыдырам аздап мындай қыдырып сол кезде Әнуар Әлімжан демалып жатыр. Сонымен кішкентай ойнаймын, бильярд ойнаймын. Сосын кешкі сағат 8 осы тұрып қайта отырамын. 12 күн осылай отырдым. Кейін қарасам күніне 11 бетте жазып. 11 бет. И ничего страшного, ішіндегі ең жақсы жолдардың бірі болып шықты жағдардың текст. Солай бітірдім. Ана формаға келгендіктен бар текст. Формаға келген кезде ол кезде жүріп өзінде өзі қайша заставить етсеңде сол жүріп отырады бар текст. Мысалы менің ішіндегі көптеген оқиғалар адамы неге байланысты оқиғалар. Сақан деген бір не бар. Ауылдың бір қу адамдар болады ғой. Соның образы бар, Сақан деген. Соның бір жерлерге ауылға қонаққа келіп, қондырмай, оның ішіне әрең дегенде кіріп, ананың өтірік әңгіме айтып, шалға қасқыр қуғанын айтып, сүйсалымда әуей шал бар екен, шал екен, бұған маза бермей әңгіме айтып, тағатқанша әңгіме айтырдық. Сол моменттерді, сол жұртты көп өте жақсы қабылдады. Кім Нұрпейісов маған жазып берді десін. Бүйтіп жазады. Төне сен Сақанның образдай образ қазақ әдебиетінде болған жоқ. Шынымды айтсам, сен осы келесі кітаптарда қалдырмай тағы болса да көрсетті. Соның бәрі сол жаңағы 10 күндік ненің ішінде жаздым. Сосын сұрайын деген тағыдан ол кейде жас кезде неде болады